Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыздың тақырыбы пиридин, пиридиннің биологиялық белсенділігін модельдеу және экологиялық қауіп факторларын бағалау. Тұрақты даму аясында пиридиннің баламалы биологиялық туындылары. Құрамында 1 және 2 гетероатомы бар 6 мүшелі гетероциклдер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз. 1 гетероатомы бар 6 мүшелі гетероциклдер. Маңызды өкілі пиридин. Сол бойынша қайсымыз айтамыз? Жақсы. 1 гетероатомы бар 6 мүшелі гетероциклдер. Жалпы бізде осы гетероциклдердің маңызды өкілі пиридин болып табылады. Пиридинді бір CH топшасын азот атомымен алмастырған бензол деп қарастыруға болады. Жалпы пиридиннің алыну жолдары ең алғаш 1851 жылы пиридинді бір май сүйектерінен алған. Пиридинді және оның гомологтарын өнеркәсіпте тас көмір сумаласынан алады, бірақ та олардың онда мөлшері өте аз, 0,1%. Сондықтан қазіргі таңда пиридинді және де оның гомологтарын синтездеудің бір қатар жолдары бар. Ең бірінші бізде пиридиннің алыну жолы акролейннің аммиакпен конденсациялануына ветта метил пиридин түзіледі. Келесі бізде пиридинді негізінен пиридин негіздерін қаны альдегидтерден алады. Мысалға, сірке альдегиді аммоний ацетатының қатысуында аммиакпен әрекеттесіп 2 метил 5 этил пиридин түседі. Келесі бізде пиридинді никель мен кобальт катализаторының қатысуында ацетилен мен аммиакты әрекеттестіріп біз 2 метил 5 этил пиридин түсетін боламыз. Жалпы бізде пиридин дегеніміз 115 градуста қайнайтын жағымсыз иісті сұйық зат, және де пиридин бізде органикалық реакцияларда катализатор ретінде және де еріткіш ретінде қолданылады. Келесі бізде пиридиннің химиялық қасиеті. Жалпы пиридин бізде осы азот атомындағы бөлініспеген электрон жұбы бізде пиридинге негізді қасиет береді. Бірақ та бұл негізді қасиет бізде май қатарындағы аминдерге қарағанда едәуір төмен болады. Жалпы пиридин және оның гомологтері бізде қышқылдармен жеңіл әрекеттеседі және де тұз түзеді. Мысалы, біз пиридинге тұз қышқылын қосатын болсақ, бізде пиридиннің қышқылдық тұзы түзілетін болады. Жалпы осы пиридинді бізде протондық қосылыстар және SO3 пен әрекеттестірген кезде бізде комплекстік қосылыс түзіледі. Бұны біз С5H5N SO3 комплексі өте қолайлы сульфирлеуші реагент болып табылады, және де ол бізде фуран, пирол сияқты тағы да басқа заттарды алуда, сонымен қатар сульфирлеу үшін қолданылады. Жалпы осы пиридинді біз бензол сияқты біз пиридинді тотықсандырып алсақ та болады, яғни гидрогендеу реакциясы арқылы жүргізсек болады. Яғни бұл кезде бізде спирттегі натрийді қосу арқылы біз тотықсандырып пиперидинді аламыз. Пиперидинде отырғанымыз негізі қасиеті өте жоғары, бізде түсі сұйықтық болып келеді. Жалпы пиридин ол бізде бензол секілді пи электрондарынан тұратын тұйық электронды қосылыстардан тұратын ароматты қосылыстар болып табылады. Жалпы ол пиридин бізде электрофилді орын басу реакцияларына түседі, бірақ та ол бензолға қарағанда электрофилді орын басу реакциясына өте қиын жүреді. Сондықтан бұның себебі бізде пиридиннің, яғни азот атомындағы сақинасындағы электрондық тығыздығы төмен болғандықтан, яғни тығыздығы төмен бағытталғандықтан бізде альфа штрих және гамма бағытында бізде электрондық тығыздық кемей бастайды. Соған орай бізде реакция барысында бізде осы орын басулар бета жағдайына қарай орналасады. Жалпы бізде осы пиридинді галогендеу барысында жоғары температурада жүргізсек болады, яғни біз оған бром қосқан кезде 2 бром пиридин түзілетін болады. Келесі бізде осы пиридинге сульфа қышқылын қосу арқылы біз, яғни сульфа қышқылын қосқан кезде біз 24 сағатта сынап сульфатының қатысында, яғни 220-230 градуста біз қосу арқылы біз пиридин сульфа қышқылын алсақ болады. Келесі бізде осы пиридинді нитрлеу арқылы біз 2 нитро, яғни пиридинді аламыз. Бұл бізде жоғары температурада және катализаторда қатысында жүреді. Келесі бізде осы пиридинді жалпы нуклеофилді орын басу реакциясына да түседі. Бұл нуклеофилді орын басу реакция бізде осы орын басушыларда, сақина арасында орын басушыларда 2, 4, 6 жағдайда жүреді, яғни бұл нуклеофилді реагенттер осы жағдайда орын алады. Жалпы осы біз пиридинге натрий амидін қосқан кезде біз жоғары температурада қыздырып, біз
2 амин пиридинді алсақ болады. Келесі бізде құрғақ күйдіргіш калийге пиридиннің буын қосып жоғары температурада қыздырған кезде бізде 2 оксипиридин түзіледі. Жалпы бізде осы бензол мен пиридиннің сақинасының қосындысын біз хинолен немесе бензол пиридин деп атаймыз. Және де бұл бізде хинолен тас көмір смоласынан бөлініп алынады. Және де бізде осы хинолен бізде пиридиннің химиялық қасиетіне өте ұқсас болып келеді. Бірақ электрофилді орын басу реакция бізде осы бензол сақинасында тікелей жүретін болады. Яғни бізде 5-8 орын басушылар орнында жүретін болады. Осы хинолен мен бензол пиридинді біз дәрілік препараттар және де бояу алу үшін өнеркәсіпте қолдансақ болады. Құрамында 2 гетероатомы бар, 6 мүшелі гетероциклдер бізде пиримидин. Ең маңызды өкілі 2 азот атомы бар, сол бойынша қайсымыз айтамыз? Енді біз 2 атом бар, 6 мүшелі гетероциклдерге тоқталсақ. Сақинасында бізде 2 азот атомы бар гетероциклді қосылыстарды біз диазиндер деп атаймыз. Олардың өкілдеріне бізде пиримидин, пиридазин және пиразин сияқты қосылыстар жатады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы пиримидин және оның туындылары болып табылады. Жалпы пиримидин сақинасы көптеген биологиялық заттардың құрамына кіреді. Ол бізде 124 градуста қайнайтын суда жеңіл еритін түссіз кристалдық зат болып табылады. Негізінен пиримидиннің сақинасы бензолға қарағанда пиридинге ұқсас болады. Ондағы пиримидин сақинасындағы 2-4-6 жағдайларында бізде электрондық тығыздық төменірек болады, ал 5 жағдайында жоғарылау болады. Соған байланысты ондағы орын басу реакцияларында нуклеофильді реагенттер 2-4-6 жағдайлардан, ал электрофильді реагент 5 орын жағдайлардан орын алады. Енді электрофильді реагенттер негізінен бізде пиримидин сақинасында электрон донорлы топшалар болған кезде ғана онымен әрекеттесе алады. Мысалы, нитрлеу реакциясы бізде 2 электрон донорлы топша болған кезде ғана реакция жүреді. Ал мысалы галогендеу реакциясы сақина құрамында бір ғана электрон донорлы топша болса да жүре береді. Оған мысал ретінде 2 амин пиримидиннің хлорлану немесе бромдану реакциясын айта аламыз. Негізінен нуклеин қышқылдарының гидролизденуі нәтижесінде бізде пиримидиннің оттекті туындылары урацил, тимин, цитозин түзіледі. Олар организмде энгликозидтер ретінде кездеседі. Келесі бізде пурин тобы. Пурин тобы деп отырғанымыз бұл пиримидин мен имидиазолдың күрделі конденсациялау реакциясынан түзілген күрделі гетероциклді қосылыс болып табылады. Келесі осы пуриннің біз туындыларына тоқтала кететін болсақ, біз 2 түрлі туындысын қарастырамыз. Бұл бізде гипоксантин және ксантин туындылары. Гипоксантин деп отырғанымыз бұл 6 оксипурин деп аталады. Бұл бізде жануарлар және өсімдіктер дүниесінде көптеп кездеседі. Көбінесе біз бұларды нуклеин қышқылын гидролиздеу нәтижесінде алатын боламыз. Гидролиздеу нәтижесінде бізде натрий OH реакция барысында қатысатын болады. Бұл бізде әлсіз негіздік және әлсіз қышқылдық қасиет көрсеткеннен кейін негіздікте қышқылдықта қасиет бере алады. Келесі бізде ксантин. Ксантин деп отырғанымыз бұл 2,6 диоксипурин деп аталады. Бұл да бізде жаңағы жануарлар дүниесінде, өсімдіктер дүниесінде көптеп кездеседі. Көбінесе жануарларда бұлар бізде асқазанда, жүректе және зәрдің құрамында көптеп кездеседі. Яғни осыған байланысты бұларда жаңағы гипоксантин сияқты 2 түрлі қасиет көрсетеді, негіздік және қышқылдық қасиет. Соған байланысты олардың жаңағыдай құрылымдық бірліктерін жіті қарай аламыз. Бұлар бізде жаңағындай 2 түрлі таутомерлік қасиет көрсетеді. Көптеп синтезделе алады, суда қиын ериді. Көбінесе бұлар бізде кристалдық зат болып келеді. Фармакологияда бұлардың туындыларын 2 түрін қарастырып алып көрсетеміз. Бізде осы фармакологияда ксантин туындылары, яғни теофилин, теобрамин және кофеиннің маңызы өте зор. Ең алдымен теофилин ол бізде 1,3-диметилксантин. Ол бізде 269 градуста балқитын, салқын суда қиын, ал ыстық суда жеңіл еритін кристалл зат болып келеді. Ол бізде шай жапырақтарының құрамында көптеп кездеседі. Және ол бізде медицинада зәрді тез шығаруға өте көмегі зор болып келеді. Келесі бізде өкілі теобрамин, яғни ол бізде 3,7-диметилксантин.
ол бізде 351 градуста балқитын жылы суда еритін кристалл зат болып келеді. Ол бізде де шай жапырақтарын және кофенің құрамында кездеседі. Оны бізде медицинада жүйкенің жүйесінің нерв талшықтарын қоздыруда қолданады. Келесі бізде кофеин. Кофеин 236 градуста балқитын кристалдық зат болып табылады. Ол хлороформда жақсы ерейді. Кофеин суда еріп, одан ине түрінде кристалданады. Жалпы кофеин бізде шайдың, какаоның құрамында кездеседі және одан бөлек басқа да өсімдіктердің құрамында кездеседі. Ол бізде шоколад, какао, шай өндірісінің қалдықтарын синтетикалық жолмен және де мочевина, яғни зәр қышқылын синтездеп алуға болады. Одан кейін бізде кофеин әлсіз негіздік қасиет көрсетеді, яғни ол медицинада әдетте сульфацилицил натрий қышқылын және де бензой натрий қышқылын қос тұз ретінде қолданылады. Сонымен қатар осы кофеин бізде орталық нерв жүйесін қоздырады да адамның жұмыс істеу белсенділігін арттырады. Сол себепті қазіргі таңда осы құрамда кофеині бар шайлардың және де какаоның кеңінен қолданылуы осыған негізделген болып табылады. Келесі бізде зәр қышқылы, бұл адам организмінде және де жануар организмінде зәрмен бірге шығатын болады. Ол бізде жануар организмінде ол бізде мочевинадан синтезделеді. Зәр қышқылы бізде спирттерде және де эфирлерде нашар ериді, сонымен қатар суда жартылай ериді. Ол бізде сілтілерде еріп, әлсіз негіздік қасиет көрсетеді. Келесі бізде аденин немесе 6 амин пурин деп жатаймыз. Олар суда нашар еритін кристалды заттар болып табылады. Және де бізде осы адениндердің молекуласындағы амин топтары гидроксил топтарымен алмастырылады. Олар әрине бізде ферменттердің әсерінен, яғни амин тобының орнына барып гидроксил тобы орналасады. Бізде оны дезаминдену реакциясы деп аталады. Және де бұлар адениндер, яғни пиримидин туындылары секілді табиғатта кеңінен кездеседі. Мысалы, жаңағыдай нуклеотидтердің құрамында аденизин монофосфаты, аденизин дифосфаты деген сияқты, яғни АДФ, АТФ деген секілді кездеседі. Келесі бізде гуаниндер. Гуаниндер тоже жаңағыдай адениндер секілді белгілі бір ферменттердің әсерінен гуаниннің құрамындағы амин топтары жаңағы гидроксил топтарымен алмастырылады. Және де бізде гуаниндер суда ерімейтін кристалды заттар, бірақ олар суда ерімегенмен қышқылдар мен сілтілерде еріп тұздарды түзе алады. Және де олар да адениндер секілді нуклеотидтердің құрамында кездеседі. Келесі біздің жұмысымыз ол индигоның сульфирленуі, яғни біз құрғақ пробиркаға индигоның 1 миллиграмын салып алатын боламыз ең алдымен. Оның үстіне біз 1 миллилитрлі, яғни концентрлі күкірт қышқылын қосатын боламыз. Дайын болған индиго сульфо қышқылын біз қыздыратын боламыз. Әрі қарай біз осы ерітіндіміздің үстіне салқын судың 2-3 миллиграмын қосатын боламыз. Яғни бізде ерітіндіміз көк түске өзгеретін болады. Келесі жұмысымыз ол бізде индиго карминнің тотығы болып табылады. Яғни ең алдымен біз 2-3 миллилитрлі индиго карминнің ерітіндісін құйып аламыз сынауыққа. Яғни осы ерітіндіміздің үстіне біз 2-3 миллилитрлі жаңағы концентрлі азот қышқылын қосатын боламыз. Реакция нәтижесінде біз ерітіндіміздің түсінің өзгергенін байқасақ болады. Тәжірибеде индигоның бояғыш зат екенін дәлелдейтін боламыз. Ол үшін бізде ең алдымен қалай ерітіндісін дайындап алатынбыз, яғни қалай ерітіндісіне бізде ақтұнбамыз ерігенше сілті қосатын боламыз.
қалайының хлоридін бізде тұнбасы ерігенше біз сілті қостық. Енді біз индигоның ерітіндісін дайындап аламыз. Ол үшін бізде ыдысқа алып индигоның 2-3 миллиграмын салып суда ерітетін боламыз. Жалғастыра тұр. Құрғақ индигоға су қосатын боламыз. Индигомызды бізде қалайының хлоридті ерітіндісіне тамшылатып қосатын боламыз. Осыны алып біз қыздыратын боламыз. Біз тәжірибе нәтижесінде индигоның бояғыш заттар екенін дәлелдедік, яғни біздегі нәтижесінде пайда болған қызғылт түсті пайда болды. Бүгінгі зертханалық сабағымыз аяқталды. Сіздерге үйге тапсырма. Есептер жинағындағы есептерді, тапсырмаларды орындап, Teamsқа жүктейсіздер. Мен сол бойынша тексеріп, универ жүйесіне балдарыңызды қоямын. Қош сау болыңыздар.